Сәлем досым, сенімен сәлем кино. Менің видеоларымды 93,8% адам арнаға жазылмай қарайды екен. Егер саған қиындық тудырмаса, арнама жазылып кетсең екен. Бұл каналдың дамуына үлкен септігін тигізеді. Осылай шолуларды үзбей, барынша уақытылы салып отыруға тырысамын. Сенің қолдауың мен үшін өте маңызды. Ал ендеше шолумызды бастайық. Кино басында бір топ достар көліктермен жолда келе жатыр. Ауа райының ауытқығаны соншалықты жан-жақты көру мүмкін емес. Бір жігіт көліктен түсіп, не болып жатқанын көргісі келеді. Өміріне мәз болып тұрғанда жақын жерден торнадоның басталғанын байқайды. Қашам деп ойлағандарымен торнадоның дәл астына түседі. Ертесіне торнадо бақылаушылары жолға шығып, жаңа бастаманың қайда пайда болатынын зерттемекші болады. Олардың бар ойлағаны сол торнадоны түсіріп алу. Пит осы группаны басқаратын адам. Олардың торнадоны түсіре алмай жүргендеріне бір жылдан асып кетті. Сондықтан осы жолы барынша түсіріп алуды қалайды. Пит барлығына кінәлі Элисон деп санайды, себебі торнадоны іздеу соның жұмысы. Бұл уақытта Донни деген жігіт 25 жылдан кейінгі өзіне видео түсіріп жатыр. Ол видео уақыт капсуласында сақталатын болады. Оның әкесі Герри және де інісі Трей бар. Донни мектепке шығатын кезде әкесімен сөзге келіп қалады. Әкесі сол мектепте жұмыс жасайды. Дәл бүгін мектеппен қоштасу кеші. Ол мерекені түсіруге Донни мен Трей жауапты болды. Жанармай бекетінде Пит телефон арқылы Элисонның жұмыс барысына разы болмай жатқандығын айтады. Себебі торнадоны іздеу бойынша оның жұмысы үнемі сәтсіздікке ұшырап отыр. Бірақ та бір кезде Элисон торнадо белгілерін іздеп табады. Бірақ синоптиктер торнадо басқа жақта болады деп болжауда. Пит соңғы рет қызға сеніп, ол айтқан жаққа жол тартады. Бұл уақытта ауылдың есалаңдары ақша табу мақсатында YouTube'қа экстремалды видеолар түсіруде. Бассейнді қиратып тастап, енді көп қаралым жинаймыз деп мәз болып тұрады. Осы уақытта жолдағы торнадо бақылаушыларын көріп, олардың артынан түсіп торнадоны видеоға түсіріп алуды көздейді. Пит бір жерге келіп, өзінің бұрын алған торнадоға қарсы көлігімен таныстырады. Ол көлік толығымен камерамен қамтылған, әрі бункерлік терезесі арқылы глаз торнадо, яғни торнадоның ортасын түсіріп алуды көздейді. Бұл жерді тесу құрылғысы арқылы торнадо дәл үстерінен өтсе де ұстап тұра алатындай қабілеті бар машина екен. Бұл уақытта мектепте оқушылардың барлығы жиналып жатыр. Трей ағасына келіп, көңілі түсіп тұрған Кейтлинға жақындап, жағдайын сұрасаңшы дейді. Донни бұл қызды бұрыннан ұнататын көрінеді. Сондықтан батыл шешім қабылдап жағдайын сұрайды. Ол қыз бүгін тапсыру керек видеоны түсіргенімен, ол видеоны жоғалтып алыпты. Сондықтан жігіт мен саған түсіруге көмектесе аламын деп, қызды осы жағдайдан құтқарып қалады. Ал енді інісі амал жоқ жалғыз өзі мерекені түсіруге мәжбүр болады. Қонақ үйде Пит Элисонды шақырып, жаңалықтардан торнадоның олар бармаған жақта болғалы жатқандығын көрсетеді. Элисон ақпараттарды тексеріп, шынында олар жақтағы жағдай өзгеріп, бәрі тынышталып қалғандығын айтады. Енді Пит Элисонға сенгісі де келмейді, сондықтан оны құрамнан шығарып тастамақ болады. Бірақ та осы уақытта қатты бұршақ жауып кетеді. Олар машинасына барып, не болып жатқандығын көреді. Сөйтсе торнадо дәл осы жақта басталып келе жатыр екен. Донни қызбен бірге фабрикаға келеді. Қыздың видеосын түсіріп, еш алаңдамай тұрады. Осы уақытта Пит командамен бірге торнадоның басталу аймағына жақындайды және өз көздерімен қалай торнадоның құралып жатқандығын көреді. Ал есалаң блогерлер өз машиналарымен сол аймаққа барады. Қоштасу кеші далада өтіп жатқандықтан, олар ішке кіруге мәжбүр болады. Себебі бұл жақта жаңбыр қатты жауып кетеді. Достар, менің келесі видеом уже YouTube каналға салынды. Өте керемет шоу деп санаймын. Сондықтан ол видеоны да қарап кетуді ұсынамын. Қолдауың үшін мың алғыс. Пит торнадоға жақын жерге келіп, көлігімен жерді тесіп, глаз торнадоны түсірмек болады. Бірақ өкінішке орай торнадо басқа жаққа қарай кетеді. Элисон барлау жасап, оның мектепке қарай бет алғандығын айтады. Герри торнадоны көріп, барлығына мектептің қауіпсіздеу аймағына қарай барып тығылуды сұрайды. Торнадо олардың дәл үстерінен өтеді. Мектепті қиратқанмен ешкім жапа шекпейді. Герри тез арада баласына хабарласып, қайда екенін сұрап, қауіп төніп тұрғанын айтқысы келеді. Бірақ та сет нашар болып, ештеңе айта алмай қалады. Осылай торнадо жігіт пен қыз тұрған жерге де жетеді. Олар кішкене окопқа тығылғандарымен, олардың үстін қираған заттар жауып қалады. Донни қыздың жараланған аяғын таңып береді, бірақ та шығуға әрекет жасағандарымен онысынан ештеңе шықпайды. Герри кіші ұлымен бірге фабрикаға жол тартады. Жолда олар үлкен кісіні құтқарып қалады. Бұл уақытта Питтің командасы бастау алатын басқа точкаға қарай бет алады. Әдеттегідей ол жерде де есалаңдар жүр. Элисон оларға келіп, бұл жерде жүру өте қауіпті екендігін ескертеді, бірақ та оларға оның сөзі көк тиынға да тұрмайды. Бір кезде лезде торнадо құрыла бастайды.
жасайды. Үлкен ғимараттарды да қиратып, олар тұрған жаққа қарай бет алады. Осы маңда Герри де жүрген еді. Элисон машинасына отырып үлгермей ұшып кете жаздайды. Оны дер кезінде келген Герри құтқарып қалады. Герри баласының фабрикада екенін айтады, ал Элисон болса, оларды жеткізіп салайық деп Питті көндіреді. Пит баланы өзінің машинасына алып, жан-жақта не болып жатқанын толық түсіріп отыр дейді. Бұл уақытта қыз бен жігіт өмірлері жайлы әңгіме айтып отырады, бірақ та көп ұзамай оларды су басып қалады. Жолда Пит жаңа торнадоның құрылғанын көреді, және де бұл жолы бір емес, бірнеше торнадо. Есалаңдар торнадоға жақын тұрып видео түсіреді, және сол үшін өмірлерімен қоштасады. Бір кішкене торнадо машинаны жолдан тайдырады, ал басқасы бензин тұрған аймақты қиратады. Осылай отты торнадо пайда болады. Пит командасымен бірге шіркеудің ішіне барып жасырынуды ұйғарады. Бірақ та бір оператор отты торнадоны түсіріп алғысы келеді. Осылай керемет кадр үшін өмірімен қоштасады. Ал қалғандары шіркеудің ішіне кіріп аман қалады. Элисон оператордың өліміне Питті кінәлайды, себебі оған қорықпауға үгіттеген дәл осы Пит еді. Донни сет пайда болып әкесіне хабарлама жазып үлгереді. Донни мен Кейт ендігі өлеміз деген оймен соңғы сөздерін видеоға түсіріп бір-бірімен қоштасады. Бірақ та Герри уақытылы бұл жерге жетіп машина мен темірлерді қимылдатып қызды шығарып алады. Бірақ та Доннидің аяқ қыстырылып суға тұншығып қалады. Оны әкесі әрең дегенде шығарып дем беріп құтқарып алады. Осы уақытта Пит келіп, оларды машиналарына отырғызып алып кетеді. Бұл уақытта ешқашан болмаған өте үлкен екі торнадо құрылған екен, және олар жақын арада бірігіп біреу болады. Бұл торнадо мектепке қарай бет алады, ал қалада сирена істен шығып, оқушылар бейқам сонда отыр екен. Сондықтан олар бірінші кезекте мектепке барады. Директор мектеп бәріне төзеді дегенімен, оған жағдайды түсіндіріп, ол торнадо мектепті секундта жойып жібереді дейді. Осылай барлығы далаға шығып, мектеп автобустарымен қала сыртына қарай бет алады. Адамдардың көбі құтылып үлгереді, бірақ та электр тоғы жолға құлап, бірнеше көлік өте алмай қалады. Олар бір су құбырын тауып алып сонда жасырынады. Торнадоның мықтылығы сонша самолеттерді көтеріп тастайтын күшке ие екен. Бір фура тығылып отырған жерге құлап, екінші бетін тесіп тастайды. Екі жағы ашық болғандықтан желдің қаттылығы екі есе артады. Осылай барлығының ұшып кетіп қаупі төнеді. Пит сыртқа шығып, өз көлігіне отырып туннелдің бір жағын машинасымен бекітеді. Солай жерді қазу функциясын іске қосады. Бірақ та бұл қатты көмектеспейді. Сондықтан қалғандары машинаның бекітілген тросын алып келесі беттегі фургонға байлайды. Торнадо үстеріне өткенде машина ұшуға сәл қалады. Барлығы бітті ме деп қараса, олар глаз торнадода, яғни торнадоның дәл ортасында тұр екен. Элисон екінші жағы өте қатты болатынын айтады. Осылай бұл уақытта келеді. Машина әрең дегенде ұсталып тұрғанымен, тұрыс шыдамай Пит машинасымен бірге ұшып кетеді. Бірнеше уақыт аспандағы керемет көріністі көріп, артынша жерге құлап қайтыс болады. Герри ұшуға сәл қалады, бірақ та сәлден кейін торнадо тарап, олар аман қалады. Біршама уақыт өткесін Элисон сұхбат береді. Питтің барлығы үшін жанын бергендігін айтады. Ал Герри болса ұлдарымен татуласып, ендігі тазалау жұмыстарына көшеді. Және ең қызығы, есалаң блогерлер тірі қалған екен. Осымен киноның соңы. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпа досым.